Соңғы уақыттарда біздің ауданымызда шағын және орта бизнес кәсіпкерлігі қарыштап дамып келеді. Енді міне оның қатары Экокультура Fields компаниясы ашқан жылыжай кешенімен де толықты. Елтай ауылдық округіне қарасты Қаратөбе ауылында орналасқан жеміс көкөніс өндіретін орынның бүгін салтанатты ашылуы болып, оған аудан әкімі Жандарбек Ермекұлы мен Алматы облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Мақсұт Жапаров арнайы қатысты. Жалпы аумағы 4,1 гектарды қамтитын жылыжай қазіргі таңда қияр және қызанақ көкөністерін өндіруді қолға алуда. Сондай-ақ аталмыш жобаның іске асуына Қазагро қаржы акционерлік қоғамы қаржылай қолдау көрсеткенін айта кеткен жөн. Жылыжайдың өндірістік қуаты жылына 2700 тонна қызанақ пен қияр өнімдерін жинауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ бұл кешен орнында күн сәулесін сүйетін қауын өсімдігі де тәжірибе жүзінде өсіріліп жатыр. Заманауи құрылғылармен жабдықталған бұл кешендегі өнімдерді өсіру үшін тамшылатып суару әдісін қолданады. Компания басшысы Данияр Абдулғафаровтың айтуынша, жылыжай бір жылдан кейін толық қуатты іске қосылып, 60-70 адамды жұмыспен қамтамасыз ету жоспарда бар екенін айтады. Сонымен қатар, келешекте жұмыскерлердің де өнімдердің де санын арттыруды көздеп отыр. Ал Алматы облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Мақсұт Рамазанұлы бұл жылыжайдың облыс көлемінде алатын орны ерекше екенін айтады. Бұл Алматы облысы көлемінде биыл 6 жылыжай кешені ашылып жатса, бұл жылыжай ең ірі болып саналады. Биылғы жоспар бойынша бізде 31 мың тонна жинайтын жоспар болса, 35 мың тоннаға шығамыз деп ойдамыз. Аталмыш кешенің тағы бір ерекшелігі, жылыжай табиғи газбен жұмыс істегендіктен, одан шыққан түтінді су тамшыларын айналдырып, өнімдерді өсіруге пайдалану. Жылыжайдың ендігі мақсаты түрлі көкөніс және жеміс жидектердің санын арттырып, халыққа қолжетімді әрі тиімді бағамен жеткізу. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхаммадиев және Бағдәулет Талипов.